Assalamualaikum dostlar, men Santayko. Ой, достар кешіріңіздер. Және де бүгінгі видеода біз обзор мода қарайтын боламыз достар. Бүгінгі неде біз Bleach деген аниме бар, соның модын қарайтын боламыз достар. Енді достар қараңыздар. Осындай көп заттар осы мод бізге қосады. Және басынан бастайық достар. Бізде осы жерде 3 фракция бар. Я 3 фракция. Бассақ бізге осындай береді. Квинси дегенді береді. Шинигами және де пустой. Достар, және де адам, бірақ адамды біз болмаймыз. Басына Шинигамиға бастайық, себебі Шинигамида андай жасайтын сондай заттар көп. Мысалы қылыш сондай көп, сондай. Достар, лайк баспаған болсаңыздар, лайкты тез басып кетіңіздер. Бізде осында меню бар. Бізде Agility, Enders, бүкіл Magic, магия, бүкіл Magic. Және біз гайд дегенге бас аламыз. Мына жерге гайд қоя аламыз. Бірақ мен сендерге осы гайдты көрсететін боламын. Және де бізде Занпакта бар. Сол Занпактаны біз жасай аламыз достар. Міне қараңыздар. Басында бізге Шинигами болу үшін бізге Занпактаны жасау керек. Занпактаны алудың екі жолы бар. Біріншісі сол Занпактаны өзін нету, шығару, істеу. Ол үшін осындай бізге заттар керек. Достар, енді достар қазір үстіп және де үстіп. Міне достар, осылай екен, наоборот. Астына соул стиль және екі рядсу блок. Достар, рядсу блоктарды алуды мен қазір сіздерге үйрететін боламын. Достар, міне үстіп Занпактаны бірінші способпен, бірінші немен алуға болады. Және бізде Шинигами. Да, достар, бізде Шинигамилар бар. Осылай, оны өлтірсек, қазір достар өлтірсек, бізде қазір Опа. Достар, қазір тесіп өлтірсек ор. Достар, Занпактада өте аз урон, алтақ қана. Ол железный, темір қылышпен бірдей. Қазір мен алайыншы. Алмаз. Ұмытсақ болады. Тесіп өлтірсей. Өлмейді. Достар, екелі способ қиындау кішкене, бірақ шанспен бізге Занпакта шығады. Достар, Занпакта сол Шинигамидан түседі. Сонда біз осындай Занпактаны алатын боламыз. Енді келесі ол бізде пустой. Достар, пустойлар бұл жерде өте көп. Және достар, пустойға көспей тұрып, олардың бүкіл түрлерін көспей тұрып, біз Занпактаны аламыз. И және де бізге Занпактаға ат беру керек бізге достар. Ат беру үшін, ол үшін бізге наковальня керек. Ал мен оны табайын. Қайда бізде ол наковальня? Достар, қазір. Міне наковальня. Енді осыны аламыз да қоямыз. Енді Занпактаны біз атай аламыз достар. Мысалы, давай Сонтайко деп қояйық. Ко деп қояйық достар. Сонтай деп қояйық. Жарайды, Сонтай. Осылай қояйық. Сонтай менің атыммен бірдей болмау үшін Сонтай деп қояйық. Жарайды. Енді достар, осылай біз ат қойғаннан кейін, енді біз пустойларды өлтіре аламыз достар. Сонда біздің біз видеоны баспыламай тұрып Шинигами фракциясын неткенде, бізде мына жерде 10 жақта 50 деп тұр, көріп тұрсыздар ма? Енді міне мына жерде тұр, міне. Енді соны бізге нету керек, күшейту керек. Достар, бізге ол үшін неше түрлі пустойларды, сондайларды өлтіру керек.
міне мысалы осыларды алайық. Бірінші давайте Менус Грандыны өлтірейік. Міне достар, Менус Гранды. Бұл біздің Менус Гранды. Енді достар, хоппа деп өлтіреміз. Өлтіре бергеннен кейін, достар, бізде мынау неміз осымыз өте нетеді. Мысалы қараңыздар, мен удар оны ұрдым. Енді менде 55 болды. Енді ұра бергеннен кейін менде одан кейін 60, 70, 80 сөйтіп күшейе береді. Ол бізде реакцию не үшін керек? Андай күшейту үшін. Мысалы біздің қазір зампактамыз мынау. Ол бізге мысалы андай оттан зампакта болуы мүмкін, оттан жасалған, андай ауадан жасалған зампакта болуы мүмкін, сондай. Енді достар, осындай және неше түрлі осындай декоративный, андай үй құрастыруға блоктар бар. Және достар, бізде алмазный және мынандай блоктар бар. Достар, енді қараңыздар, бұл бізде фейк, достар, иә. Мысалы қараңыздар, мынаны ұрам. Оппа, достар, көрдіңіздер ме? Бізде алмазный блоктан осындай не шығады, пустой. Алмазный блок пустой, кішкене бізде қатып қалды. Және де золотой блоктан пустой шығады. Достар, қараңыздар. Міне, не, бұл обман, достар, бұл андай тез андай, енді пустойлар бұдан бүкілі сондай ғой. Және бізде сағыда осындай бар. Вот, міне, достар, қараңыздар. Ой, міне, достар, осындай да пустойлар бар бізде. Пустойлар бұл жерде өте көп. Міне, мысалы осындай жазды, ара пустой бар, ара пустой. Бізде тағы да маймыл пустой бар, сталкер пустой, достар, қараңыздар. Сталкер пустой. Міне бізде сталкер пустой. Вольф бізде ол не? Қасқыр пустой, қараңыздар, достар. Міне осындай көп бізде. Және достар, мен сіздерді көпке нетпейін, біз пустойларға кеттік. Және де достар, мен сіздерді ұмытып кеттім айтуға, егер сіз уже мындай Шинигами, Квинси немесе пустой болып қойсаңыздар, енді келесі қайттан өзгертеміз десеңіздер, сіздер бір мирда оны өзгерте алмайсыздар. Достар, енді келесісі бізде пустойлар болғанда, біз осында жаба не боламыз, пустой сияқты. Міне достар, бізде осындай скин өзгереді. Және де бізде 50-дің қасында үстінде бірдеме не шығады, домалақ бірдеме. Оны мен білмеймін. Ой, достар, кешіріңіздер, мен бақыма видеоны өшіріп қойдым. Енді достар, осындай біз монстр болып кетеміз. Андай бізде үстінде домалақ тұр, қолмен 50-дің үстінде. Оны мен білмедім не екенін, сосын жарайды. Мұнда бізде орк и және не? Бұл маскалар бізде түседі, Менус Грандан және анадан түсе береді. Және де бізде неше түрлі осындай маскалар бар. Пустойға бізде Full Ичига маска бар, Bad Hollow маска бар. Мысалы бізде осы бүкіл масканың ішінде тек қана осы екі маскада эффект береді. Мысалы қараңыздар, Full Ичига маска бізге сопротивление и регенерация береді, достар. Ал мынау Bad, ол бізде ночное зрение, түнде көре алатынды береді. Біз түнде көре алатын. Ал қалған осындай маскалар бізге ештеңе бермейді, достар. Және достар, бізде осындай киімдер бар. И және де моб бар, достар, душалар, андай жандар бар. Олар бізде көп кездеспейді мирда, бірақ оны табуға болады. Қазір достар, осы ғой деймін, иә? Жоқ. Міне достар, біз Шинигами болғанда, біз осындай сол нелерді душаларда бізде осындай нелер бар. Бұлар да пустой. Оны ұрып қалсан, осындай не шығып кетеді. Міне осындай пустой шығады. Мұны ұрып қалсан. Және достар, осы бүкіл пустойлардың бүкілі андай осы сол жаңағы душаларды нетеді, жейді. Я, міне осы душаларды таптым. Міне достар, бүкіл пустойлар осы душаларды жейді. Олардың несінде, жүрегінде осындай тұрады. Міне өстіп өлтіреді. Ал Шинигами болсаңыздар, достар, онда зампактамен сіздер сол жаңағы
нелерді бүкіл осы нелерді butterfly қайда осы осындай нелерге айналдырасыздар, осындай көбейттерге. Достар, осы бізде пустойларда неше түрлі түр бар. Олар бесконечный, достар. Мен қазір сіздерге кейбір түрлерді көрсетіп шығамын. Достар, міне бірінші түрі осындай. Біз осындай әдемі андай сарыконожка деймін, сондайға айналамыз. Және де екінші түрді қазір көрсетемін. Достар, екінші түрі осындай қызық. Біз осындай пушка, сондай неше түрлі автомат сондаймен жүреміз. Және де біздің түріміз, қолымызда автомат, түріміз қызық өте. Осындай күлкілі түр. Және келесі түрге кет. Келесі және соңғы емес, бірақ осы үш түрді ғана көрсеттім, достар. Келесі түр ол бізде осындай балық. Біз суда қараңыздар қалай тез нетеміз, жүреміз. Және сізде, достар, әр пустойларда түн атқаннан кейін ночное зрение беріледі. Достар, түн атқаннан кейін әр пустойларға ночное зрение беріледі. Достар, жарайды, осы үш түрді көрсетеміз. Келесі біз квинтиларға кетеміз. Келесі және ең соңғы түр ол бізде квинтилар. Достар, квинтилар ол андай сонша қызықты дей алмаймын, бірақ қызықты. Ол да сол квинтиларда зампакта сияқты, шинигамиларда сияқты осындай қылыш бар, лазерный мечқа ұқсайды. Және де, достар, бізде осындай екі не, және де перчатка бар бізде, достар, қолғап бар. Қолғап және де мынаны алуға болады. Және де бізде не бар. Енді, достар, достар, мен енді сіздерге көрсетемін қазір. Мысалы, міне. Не? Көрдіңіздер ме, достар? Мынандай осындай, білмеймін, бірдеме браслет па, бірдеме сырға ма? Ой, сырға емес енді. Қалдым атын. Енді, достар, ол осындай бізде Quincy Bow дейді. Квинтилардың садағы. Атсаңыздар осындай шығады. Ол осындай оқтармен атады, міне осы. Осындай. Ол кактус екі оқтан атады ғой деймін. Қазір, достар, қараңыздар, кактусқа атам. Және де осы не? Және кактус түседі. Келесі ол осы мынау. Бұны білмеймін не істейді. Достар, киімдерді енді көрсетіп шығайын. Киімдер бізде осындай неше түрлі мысалы, давайте шинигамилардың киімдерін көрсетеміз сіздерге. Шинигамидің киімі осындай, достар. Қазір мен сіздерге көрсетем оны киіп. Міне, достар, шинигамилардың киімі осындай. Шинигами капитан, оның киімі осындай, өте күшті, 3D моделі бар. Және келесі аранкарлардың да нелер бар, бірақ аранкардың несі жоқ, тобы, андай фракциясы жоқ. Бірақ аранкарлар өте күшті, маған олар ұнайды қатты. Егер Bleach анимесін көрсетсеңіздер, мені түсінесіздер. Міне, достар, осындай әдемі, бірақ 3D моделі жоқ. Келесі бізде ол қыздарға арналған киім. Көрсетпей қояйын. Квинтилардың киімдері, достар. Квинтилардың киімдері де бұл жерде бар. Міне, достар, көрсетіп шығайын қазір сіздерге тез-тез. Міне, достар, осындай әдемі квинтилардың киімдері. Және келесісі ол бізде Ashura Cloak. Ол бізде тоже болды. Ол же бас киім, осындай пустойдың бас киімі. Және де, достар, бізде тағы да жаңағы душалардың несі ортасында тұрған. Ол бізде замедлительность береді. Бола берсін. И келесі ол бізде болды. Мынау көрсетпеймін мен. Жарайды, болды, достар. Осымен бізде бітті. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк, коммент бас кетіңіздер. Сіздермен болған мен Сантайко. Сау болыңыздар.